Сәлем достар! Бүгін біз капустадан салат жасаймыз. Бізге керек морковь, капуста, сладкий перец. Капустаны ұзыннан турап, морковьты теретеміз ұзын қылып. Сладкий перецімізді тураймыз. Әртүрлі цветті болса жақсы болады. Помидор да қосуға болады, только мен помидор қосқан жоқ. Барлығын жақсылап араластырып, банкамызды жақсылап жуамыз. Ішіне горох, чеснок, лавровый лист саламыз. Укропымызды саламыз. Хрен болса хрен саламыз. Жаңағы туралған салатымызды банканың ішіне саламыз. Басып отырып салып отырамыз, тығыздап. Бес қасық қант саламыз, 2 қасық тұз саламыз. Салқын су құямыз. Қант пен тұз салғаннан кейін үстіне салқын су құямыз. Банкаларымызды қайнатамыз, кастрюльға су қоямыз. Астына орамал салсаңыздар болады. 9% уксус құямыз каждый банкаға 5-6 қасықтан, столовый қасықпен. Су қайнағаннан кейін 40 минут банкаларымызды қайнатамыз. Дайын болған банкаларымызды закрывашкамен жабамыз. Жапқаннан кейін банкаларымызды аударып қоямыз. Үстін орамалмен жауып қойыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.